басқаша және бөлу. Ал енді ең алдыменен біз психологиялық ахуалымызды қалыптастыра алайық. Ал енді бүгінгі сабақ бойынша ортаға келеміз. Қанеке ортаға келеміз, ортаға келеміз. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілей отырып, барлықтарыңызға мұқият бол деп айтады. Енді біздегі қазақ халқында көнеде шаңырақты құрметтеген. Сондықтан да бүгінгі сабақта сіздерге осындай бір жақсы көңіл күймен, осындай бір сөзді сіздерге өз жүрегімнен арнаймын. Қазір бір-бірден тақтаны баса отырып, қандай сөз шығады, соны сіздер айтасыздар. Оқы, баса, кез келген сөзді. Бас. Не дейді? Жаңа. Тамаша. Кім басты? Отыра береміз орнымызға. Әлбет. Не дейді? Бат, мұңғыл, қатты айтамыз, отырамыз орнымызға. Жақсы көңілді отыр дейді сабақта. Тамаша. Келесі. Қандай сөз? Жетістікке жет дейді. Арыхан оқиға. Белсенді бол дейді. Жақсы көңіл күй тілейді. Тамаша. Ендеше оқушылар, осындай көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Енді сіздердің алдарыңызда фонарик тұр, ақ қағаз берілген. Енді қолымыздағы ұялы телефонды фонаригін жағамыз. Қане, ұялы телефонның фонаригін қайда жағамыз. Мынау берілген ақпараттың артында бір сөз жасырылған екен. Біз қазір соны анықтайтын боламыз. Ал, қане, артынан анықтап көреміз. Қандай сөз? Тапсыр. Қандай сөз? Қандай сөз табу керекпіз? Тамаша. Ал әнді ортыра қойыңдар. Сонымен бірінші топ, сіздердің топтарыңыздың атауы қандай болды? Сіздердікі бізде ондықтар болды. Тамаша. Екінші топ бізде бірліктер тобы. Өте жақсы балалар. Ендеше сабағымызды осындай көңіл күймен бастаймыз. Ал енді оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын біз жалпы бүгінгі сабақ бойынша ережені есімізге түсіріп кетейік. Сабақта артық бір-бірімізбен сөйлеспеу, мұқият тыңдау. Екінші бізде берілген тапсырманы мұқият тыңдай отырып, белсенді түрде жауап беру. Үшінші бізде уақытқа бағыну, яғни уақытты тиімді қолдану. Тамаша. Енді оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың ережесі. Енді біз өткен жолғы сабақта бізде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту берілген болатын. Біз қазір сол үй жұмысына берілген тапсырманы есімізге түсіретін боламыз. Берілген тапсырманы енді оқушылар, сіздердің алдарыңызда ою бағалау түрі берілген. Яғни осы тапсырманы орындай отырып, өзімізге бір балдық жүйені қоямыз. Ал енді кеттік. Бұл біздегі өткен тақырып бойынша тапсырманы қайталау. Ал кім келіп тақтаға тапсырманы орындайды? Тамаша. Келе ғой. Ал қалған оқушыларымыз сіздерге мен сілтемен жібердім. Ашып тексеріп отырамыз әлдің жауабымен. Ал кеттік әлді. Қылшамыз келесіміз келе қайдықар. 331-ді 2-ге көбейтеміз. Сөйлеп отырамыз, е балалар? 6-ге көбейтеміз. 1 көбейту 2, 3 көбейту 2, 6. Тамаша, өте жақсы. 3 көбейту 6, 6 болады бізде. 3, 662. Тамаша, кімде шықты оқушылар? Керемет, өте жақсы. Қозғалақта отырамыз, өте жақсы. Енді тағы да бір мысалды орындап көрейік. Кім шығады бұл берілген тапсырма бойынша? Келе Аружан шығады тақтаға. Ал, үштейік. Нормасы. 10, 4 жасамыз, е? Бір ойда.
5 2 көбейту 2. 4. Жоқ, 2 көбейту 2. Ойдағы бар. Тамаша, өте жақсы. Ал енді оқушылар, кім осыған белсенді қатысты, өзімізге бір ұпайды берілген тапсырма бойынша қойып аламыз. Өте жақсы оқушылар. Енді келесі әрі қарай сабағымызға көшеміз. Ал енді оқушылар, бері қарай қараймыз, бір балл ғана қоямыз. Кім дұрыс жауап берді, сол оқушылар бір баллды өзімізге еншілейміз. Ал енді оқушылар, мұқият суретке қараймыз. Мына жердегі суреттен сіздер нені көріп тұрсыңдар? Нелерін көріп тұрмыз? Қараймыз мұқият. Жалпы суретте нелер көріп тұрсыңдар? Қане айтсыздар. Ары жағын айта ғой, тұрып айтамыз, есептерді көріп тұрмыз. Қандай амалдарды көріп тұрсыңдар? Көбейту және бөлу дейді. Тамаша. Әділхан? Бағандап бөлу дейді. Тағы да бір оқушы айтып кетсін өзінің ойын. Не көріп тұрмыз? Тағы да Даяна айта ғой. Тамаша. Не дейсіміз? Қосу деген амалдарды да біз көріп тұрмыз дейді. Тамаша. Ал енді оқушылар, ендеше біз бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы, оқушылар сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай сандарды жазбаша бөлу. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, яғни бүгінгі сабақта біз нені үйренеміз, не істейміз? Біз бүгін екі таңбалы сандарды разрядтыққа жіктейміз, олардың разрядтық қосылғыштарын анықтаймыз. Сонымен қатар оқушылар, оларды біз жазбаша бөлетін боламыз. Түсінікті ғой, тапсырма, мақсатымыз. Енді бүгін осы мақсатқа жету барысында біз бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Енді дәптерлерімізді ашамыз. Ақпанның 19-ы жазамыз. Ақпанның 19-ы сынып жұмысы. Көркем жазуымыз. Ақпанның 19-ы көркем жазуымыз, оқушылар бүгінгі көркем жазуымыз 234, 214. Ал енді оқушылар, отырған кезімізде денемізді тік ұстаймыз, орындығымызды партаға жақындатамыз және топпен ұйымшылдықта бір-бірімізге қолдау көрсете отырып жұмыс жасаймыз. Тапсырманы болсақ қаламдарыңды жерге, партаның үстіне қоюға болады. Көркем жазуды жазып аламыз оқушылар. 234 және 214. Тамаша болды, оқушылар, қаламымызды қоямыз, басымызды көтереміз. Басымызды көтереміз, оқушылар. Қаламды қоямыз, болды, қаламды қоямыз. Енді қаламымызды қоямыз. Енді бері қарай қараймыз. Қаламымызды қоямыз да бері қарай қараймыз. Енді оқушылар, сіздерге мынандай тапсырма беріліпті. Бұл жерге бізге есеп берілген, сол есепті біз тиімді